Короче, болмаса мен алдында ойландым, көп ойландым. Прям көп. Тез айтшы, бол мыжымай. Иә, енді күтшіш айтайын. Короче, мен шешім қабылдап қойдым. Біз тағы да бір қыз асырап аламыз. Асырап алған? Қуасың ба сен? Сен прикол ұстап тұрсың ба? Мен осы жаңа тудым ғой баланы. Мен оны тағы бір қызды асырап алғым келмейді. Тем более оны асырап алу қалай? Жоқ, мен уже шешім қабылдап қойдым, ол шешілмейді болды. Сосын маған бір бала аз, тағы да бала керек. Қайдағы бір бала аз? Қуасың ба сен? Или алжиын дегенсің ба? Жоқ дедім ба? Жоқ. Мен тағы да бір баланы баққым келмейді. Мен шыдамаймын ол екі балаға. Жоқ, мен уже детский садтан уже апайына айтып қойдым, ертең бір қызды алып кетем деп. Құрсын, мен деген бір баланы баға алмай жатқан кезде тағы да қыз удочерить етеміз деген ес. Бірақ қыз болса жақсырақ болатын шығар. Ладно. Құрсыншы, қазір барып айтайыншы. Так, короче, мен шештім. Ладно, ертең барып қыз удочерить етсек болады. Шыба, жақсы. Тогда ертең әбеттегид сол балабақшаға барамыз. Сол жерде бір қызды удочерить етеміз. Жақсы, давай. Сағат деген уже 3 болыпты. Тезірек балабақшаға барайық. Да, кеттік, жүрші. Жүр, бұл тез. Болды, келдік, жүртсек. Иә. Так, саламатсыз ба? Сіз ғой, кеше бір қызды асырап аламын деген? Иә, мен. Онда төменге барайық, төменде бір қыз бар. Сол өте күшті қыз. Соны сізге де көрсетейін. Иә, кеттік. Міне, осы қыз мейірімді, ақылды өзі, добрая деп айтсам болады. Міне, осы қызды алсаңыздар болады. Қыздың аты Дана. Жақсы екен. Давайте бір-екі күн былай не істейін, көрейін. Если қыз жалпы ұнап атса, сөйтіп атса, то қызды енді асырап аламыз. Жақсы. Ұйықтап қалдым анау. Бар, тәрбиешіге барып айтайын. Саламатсыз ба? Біз кешегі Дана деген қызды алады болды. Сол күшті ке, бізге ұнады. Да, сол Дананы біз асырап алайын деп жатырық. Бүкіл документтер дайын ба? Иә, дайын бүкіл документтер. Жақсы, онда біз бүгін қазір алып кетеміз. Жақсы, алып кете беріңіздер. Міне, осы документтерді толтырып жерсеңіз болады. Так, болды. Міне, ала қойыңыз. Сау болыңыздар. Ал үйімізге келдік. Түсе беріңдер. Мен Дананы отчайын. Дана ұйықтап қапты. Барып бөлмеге жатқызып қайтайын. Балам, ұйықтап қалдың ба? Ұйықтап жатыр екен, жақсы, кете берейін. Таң атыпты, тұрайын, завтрак пісірейін.
Мә, таң атыпты, тұрайын. Ой, тұрайын. Мама, папа тұрған бекен, қарап қайтайын. Так, кейін бірінші бүйтіп қолым жоқ қайтайыншы. Так, о, мама, тұрдыңыз ба, тамақ дайындадыңыз ба? Иә, жүр, ішіп ал. Так, мына жаққа отырайын. О, бүгін бутерброд па не? Қазір мен Дананы алып қайтам. Дана, ол кім ма? Ой, сенің асырап алған сіңілің ғой. Асырап алған? Сендерге мен жетпей жүрмін ба не? Ой, қоя қойшы, әкең ғой енді айтқан. Жарайды, танысармын. Қайдағы сіңілім? Асырап алған? Туй, мен жетпей жүрмін ба оларға? Жарайды, тамағым ішіп алайыншы. О, Дана, тұрдың ба? Жүр, тамағың ішіп ал. Кел, мына жаққа отыр. Мам, мен далаға шығып қайтам. Я, бара бер. Мам, Не? мына мен шашым қидырайықшы, шашым чокым барлығы өсіп кеткен. Ой, саған уақытым жоқ, мынаны ұсташы. Саған уақытым жоқ вообще. Кет жүр ана жаққа, мен вообще телевизор қарап отырмын. Жарайды. Мам, хотя бы жолын açып берші, қай жақта екен. Ой, білмеймін, телефоның бар емес па? Бар, өзің қарашы. Жарайды. Так, телефон шығарып алайыншы. Мынау ма? Сәлеметсіз бе? Сәлематсыз ба. Сіз ғой жаңа соққан шашымды қидыртам деп. Иә, маған кореге қидыртыру керек. Әжеге отыра қойыңыз. Аха. Так. Вау, мына шашым әдемі ғой. Иә, сізден енді 10.000 теңге. 10.000 теңге мәңіз. Рахмет, сау болыңыз, тағы да келіп тұрыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Вау, шашым әдемі болып тұр. Мына шашымды достарыма көрсетіп қайтайын. Так. Туй, не үшін бәрі Данамен дос бола берді? Менің бір досым жоқ, бәрібір Данаға жабысып қалған. Туй, мен күшті емеспін ба Данадан қарағанда? Туй, мама, білесіз ба, ана Дана деген мені бүкіл достарыма айтқан, что мен жаман туралы, мені жамандап өсек таратқан. Анаған ұрсыңшы енді деген, мен ешкім дос болмайды. Мама, айтыңызшы ана Дана дегенге. Мә, қойшын ба, балам? Йо, шын. Қазір оған қатты ұрсам. Шақыршы бері соғызды. Йо, көз шақып қойдым. Ал, мам, мені шақырдыңыз ба? Я, тез келшіш бұл. Ау, не болды? Қыз, сен не ана Дарынның достарына бүкіл не өсек таратқансың, ол жаман деп, Жо, мама, ондай болған жоқ қой. Қайдағын айтпашы, жаңа Дарын маған келді ғой. Ол не, өтірік айта ма не? Қашан өтірік айтты ол? Мама, мен олай айтқан жоқпын ғой. Сен мен білмейді деп ойлайсың ба? Не, дәл бетіме прям өтірікпен басып тұрсың. Өтірік айтпашы. Мама, ондай болған жоқ. Бар, кет бар бөлмеңе. 1 апта бойы үйден шықпайсың. Телефоныңды бер ақ кел. Мам, неге? Бол тез. Бөлмеңе бар, сосын телефоныңды алып келе бер. 2 айға телефон сенен алам, түсіндің ба? Ешқашан істемейтін боламын. Бол, кет бар бөлмеңе. Бар. Не үшін мені ата-анам жақтыртпайды? Мен соншамадай не істеп қойдым оларға? Тек қана олар Дарынға сенеді, ал маған сенбейді. Не үшін? Мен соншамадай не істеп қойдым? Мен олардың
Ал қызым, ұлым, Дана, Дарын, сендердің енді туған күндерің бір күнде ғой. Сол үшін біз бүгін подарканы екеуіңе де беріп тастайын дедік. Иә, Иә, Дана, міне сенің подаркың. Подарка. Йо, давайте ішті ашып көрейік қазір. Ішінде зат бар екен. Мә. Планшет, Кітап. және телефон. Ё-моё, мама, папа, рахмет сіздерге. Сенде кітап. Жай ғана кітап па? Ана қара, менде планшет, телефон. Не үшін маған кітап? Сол, өйткені мен алдында сенің күнделігіңді көргем. Сол кезде сенде бүкіл сабақтардан почти 2 болған. Так что кітап оқы. Саған жай ғана кітап, ал маған планшет, телефон, көрдің бе, сен еще iPhone соңғы 17. Кетші, мақтана бермей. Не үшін маған да онда алып бермейді? Өткен сен лохушкасың. Лохушка, черт, лох. Кетші бар. Бәріңді кетіңдерші. Не үшін мені олар жақсы көрмейді? Кітап бергенез әр жыл сайын маған кітап береді. Мынау не? Мына жаққа даже бір кітап та сыймайды ғой. Ой, жылай бермей тұрайын. Мама папамды қуанту үшін пирог жасайын. Иә, сосын мама деген пирогты өте қатты жақсы көреді. Пирог пісірсем, олар мүмкін мені жақсы көріп қалады. Мінеки, торт жасадым. Әдемі болып тұр ғой. Мен қазір бөлмеме барып, телефонды алып қайтайын, фотоға түсіріп. Так, не бар екен. Торт. Мама торт пісіре алмайтын еді ғой. Дана пісірген ба не? Ё-моё, қазір деген мынаны мама папа жесе, олар деген Дананы менен қатты жақсы көріп кете ма? Жоқ, бұлай болмайды. Мама да деген орехқа аллергия еді ғой. Так, ішіне мынаның кішкене орех қосып. Так, әп-әдемі болды. Енді Дана мама пападан ұрыс естиді. Кеттім, тезірек кетіп қалайын. Так, телефонымды алдым. Енді тезірек үй сенізіп тұрсын. Ештеңе, мен жай тұрмын аяқтан айна қарап. Айна, бұл жерде айна жоқ қой. Әжайт. Бар екен. Так, фотоға түсіріп алайын мә? Әп-әдемі болып тұрған кезінде әпсеказ бәлігі жеп қояды. Так, оппа. Түсіріп болды. Енді мама папаны шақырайын. Қуанып қалатын болды ғой. Дана, сен пирог пісірдің бе? Пирог емес, торт пісірдім, иә? Иә, торт. Ну ладно, тезірек столға қой, мама папаны шақыршыш. Қазір шақырайын деп жатырмын. Дарынға не болған? Бір түрлі болып жүр ғой. Ол қайдан біледі мен зат жасағанымды? Жарайды қазір. Ой, мына жақта ғой мама папам. Бөлмесі қазір мама папама барып шақырайын. Так, ертеңгі тойға не кисем болады екен-ай? Пап, мам, тамаққа келіңіздер, мен торт пісіріп қойдым. Торт дейді ме? Дана торт пісірген бе не? Мамасы, Дана деген торт пісіріпті, жүр дәмін көріп қайтайық. Дана ма? Иә. Ой, жүр ал көрейік торттың дәмін. Сен деген тортты жақсы көретін едің ғой. Көрейік ал, жүр. Ал жүр кеттік, Дананың пісірген тортының дәмінен көрейік. Отыр. Дананың өзі қайда? Сосын Дарын қайда? Дарын шақыршыш. Дарын. Балам келе ғой. Дана өзі пісірді ғой, жемей қойсын. Так, мен шай қояйын да. Шаймен ішмейсің? Шаймен ішейік. Дана деген біледі ғой сен орехке аллергия екеніңді. Иә, біледі ғой, құрсын қоспаған шығар. Жарайды. Қостан қоссын.
таяқ жетмейінен құрсын. Біледі ғой ол. тортыңнан кесе ғой, жеп көрейік. Қазір мен ана жерден пышақ алып қайтайын. Дәмді екен. Мынадан алихтың ба бірдеменің дәмі шығады екен, бірақ. Қайдағы аяқ? Қазір жеп көрейікші. Кішкене шығып тұр екен. Аяқ емес шығар құрсын. Дәмі күшті екен, бірақ жей берейікші. Иә, шайыңнан ғой. Иә. Мен болдым, телевизор қарап қайтам. Иә, мен де болдым. Кім? Чота бар ғой, менің бар ғой, андай тамағым ауырып тұр ма, или қалай айтсам болады, бір түрлі болып тұрым бар ғой. Білмеймін, тамағың емес шығар, бірдеме дұрыс емес болып тұрған шығар. Жарайды, қойып кететін шығар, отыра бер. Иә. Дана, столдың үстін жинап тастай салшы. Так, ертеңгі тойға қандай макияж жасасам болады екен, Ей, Дана, қайдасың? Столдың үстін жинап таса дедім ғой, болшы. Иә, жинаймын. Не істеп жүрмін, нағыз? Так, ертең тойға қандай макияж жасасам болады? Дана, бергел! Тән. Бергел, Дана! Не үшін айқалып жатыр? Барып қайтайын, не болды, мам? Бергел, тез. Не болды? Қыз, сене әдейі орехтың ішіне, торттың ішіне орех қостың ба? Жоқ, мен орехты вообще қоспадым, мен білем ғой. Сенің кесіріңнен мен ертең тойға бара алмаймын. Не мынау енді? Менің басым айналып жатыр. Тез скорый шақырың. Тез, пап, скорый! Пап, тез скорый, алло, скорый, сәлеметсіз бе? Брухевен көшесі екінші, тез келіпсің, анам тауып қалды.